Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді варениктердің рецептімен бөлісетін боламын. Ары қарай көріңіз. Біздің вареникімізді жасау үшін мен ең алдымен қамыр дайындап аламын. Мына жақта 500 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 1 стақан су, және бұл 1 стақан судың ішінде 2 шай қасық тұз қостым. Және де 1 үлкен қасық сұйық май керек болады. Ең алдымен ұнға 1 стақан суды қосамыз. Ортасына углубление жасаймыз. Және 1 жұмыртқа. Және де 1 үлкен қасық сұйық май қосамыз. Енді осы массаны араластырып, ары қарай қолмен қамыр илейміз. Міне қамырымды қолмен 5-10 минутта иледім. Енді осы қамырды 10-20 минутқа демалуға бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін начинка жасаймыз. Оңай, алдымен картопты тазалап, турап, ыстық су құйып және тұзды қосамыз. Және де осы картопты пюре қылып пісіреміз. Міне картошкамыз пісті. Енді ішіне кішкене сары май қосып, өстіп еземіз. Және де начинкаға қалауыңызша қуырылған пияз қоссаңыз болады. Мен қостым, және де енді жай ғана араластыру ғана қалады. Міне начинкамыз дайын болды. Енді қамырды өстіп домалақтарға домалақ қылып жаямыз. Және де ішіне начинка толтырып, варениктерімізді жасайтын боламыз. Міне өстіп әрқайсысын жасап шығамыз. Варениктеріміз дайын болды. Енді суды қайнатып пісіретін боламыз. Варениктеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасауға кеңес беремін.